Қайырлы күн достар. Қазақ тілді IT саласы бойынша қозғап жүрген біздің IT маман каналына қош келдіңіздер. Бүгін ең қызықты тақырыптың бірі сайт жасап үйренемін. Оның бәрі тегін әрине. Веб технологияны жақсы білем десеңіздер, жақынырақ жайғасыңыздар. Кешегі алдында көрсеткен сабақтың жалғастыратын боламыз. Таза практика. Бұл жерде еш нәрсе сырттан алынбайды, өзімнің тәжірибемнен өткізіп, сосын сіздерге беріп отыратын болам. Ең бастысы, бұл жерде біз дайын тұрған сайттармен жұмыс жасаймыз, сосын кейін жаймен соларды жасауға тырысамыз. Бұны алғашқы көріп отқан көрермендер түсінбеуі мүмкін, бірақ сіз сайт жасап жүрген адам болатын болсаңыз, или сізде дайын осындай шаблондар болса, соларды қалай дамытуға болады. Жалпы кодировканы түсініп алу керек. Сол туралы қызықты мәліметтер беріп отырам. Менің каналымда алғашқы көріп отқан көрермендеріміз болатын болса, міндетті түрде қызыл подписаться астында тұрған батырманы басып кетуді ұмытпаңыздар. Өйткені барлық сабақтар маңызды, барлық сабақтар керек. Сол себептен жақынырақ жайғасыңыздар. Бүгін мен сіздермен, кеше сіздермен мынау шапка дейді, алдында айтқан болатын. Негізгі сайтта шапка болады, одан кейін мәзір қойылатын контейнер болады, одан кейін контент дейді, текст мәтін жазатын жері болады, одан кейін оң жағында өзіңіз білесіз не қойсаңыз да, бірақ көбінесе баннерлер қойылады, реклама анау-мынау сайттарда. Негізі менюді міндетті түрде осылай көлденең емес, сол жағынан, оң жағынан да қоюға болады, ол туралы да тақырып қозғайтын болам. Мына жерде сосын соңында осындай подвалы футер дейді, сайттың подвалы болады. Кез келген негізі осы 5 элемент профессиональный кәсіби деңгейдегі сайттарда осы 5-не қолданады. Бұл жерде енді сіз өзіңіз білесіз, электрондық оқулық жасасаңыз да, сайт жасасаңыз да, стильдері осындай бір. Бүгін менің қозғайын деп отқан тақырыбым фондар туралы және түстер туралы болады. Мынаны қалай жасады деп ойлап отырсыздар ғой. Мысалға, мынау басып қалған кезде көрдіңіздер, былайынша көк болып тұр, үстінен басып қалатын болсам, андай әдемі тұнықтау көп. Бұл байқасаңыздар, Фейсбукта және ВКонтактеде ішіне кірген кезде мәтіндерді бассаңыздар, дәл осылай, осындай түспен не қылады. Солардан, былайынша айтқанда, ұрлап алдым, жымқырып алдым десем де болады. Енді бұл көп веб-дизайнерлердің, кодировщиктердің қолданатын техникасы. Бір бастамас бұрын мынандай керемет программа бар. Пиксель определение света на экране дейді. Курсордың, мышканың курсор арқылы кез келген жерде тұрған, кез келген сайтта тұрған түсті өзіңізге түсінің кодировкасын көшіріп алуыңызға болады. Міне осы программаны кез келген іздеу жүйесі арқылы, Яндекс болсын, Google болсын, Mail болсын, қандай іздеу жүйеңіз бар, сол арқылы көшіріп алсаңыз болады. Оның барлығы тегін. Ең бастысы Pixel деп аталады. Сол программаны мен ашамын қазір. Так, мен қай жерге салдым, мен сайт жасау үйрену, осы жерде міне Pixel деген программаны жіберем. Міне көрдіңіздер, оны кез келген жерге апарған кезде, так, менде неге шықпай жатыр Pixel? Қазір қайтадан ашып көрейік. Запустить от имени администратора. Так, бізде неге программамыз ашпай жатыр қазір, неге көріп жіберейік? Ашылып тұр ма екен бәлкім? Ашылып тұр екен ғой бізде программа. Міне, көрдіңіздер, мен кез келген жерге алып барсам, түсті өзі таңдайды. Мысалға, мен мына жерге сарыға алып барсам, міне сары белгіленіп тұр. Мына жерде көрсетіп тұр Pixel, AD, Hex, HTML, RGB. Енді әртүрлі техникалық программаларда қолданады бұны. RGB қолданатын жерлерде қолданасыз. Бізге енді HTML керек. Біз HTML және CSS технологиясын өтіп жатырық. Сол себептен бізге HTML-дегі мынау кодировка коды керек. Pixelдің. Так, жарайды. Осы программаны орнатып аласыздар. Сонда сайтта мен сіздерге алдында айтқан болатынмын. Сайт HTML тілі бұрын қалай болатын? Бұрын ең алғашқыда сайт жасалған кезде сізде көптеген страницалар болады. Мысалы, әрқайсысы бет болып есептеледі. Оның ішіндегі әрқайсысына кіретін болсаңыз, олардың барлығы бет болып есептеледі. Міне, осы беттердің барлығына сіз бұрын түс қоятын кезде, алғашқы HTML басталған кезде, әр страницаға бетке кіріп, сіз
мысалға фонды көк қылатын болсаңыз, мысалы 40 сізде бет болатын болса, страница 40-ына кіріп, сіз BG color или font color деп түстерін өзгертіп отыратын боласыз. Өте ол қиындық туындырады, уақытты өте көп алады. Сіз ойлаңыз, әр дизайн жасаңызда қанша бет көбейген сайын жаңа бет қосатын болсаңыз да, оны түсін әр беттің өзінің кодына жазып отырасыздар. Сол үшін өте уақытты көп болмау үшін осындай CSS каскадный стиль таблицы дейді, осындай технология пайда болды. Осы технологияны HTML-ге байланыстырып, біз неше түрлі қызықты нәрселер жасаймыз. Қазір жасау барысында түсіне жатарсыздар. Мына жерде менің мындай 5 индекс алғашқы бетім, индекс 1, индекс 2, индекс 3, индекс 4 дейді. Ол дегеніміз мынау мәзір 1, мәзір 2, мәзір 3, мәзір 4, мәзір 5. Осы 5 меню ішінде осыларды мен байланыстырдым. Мынандай тег қолданасыздар, link rel дейді, style sheet дейді, одан кейін tip text CSS, одан кейін hrefке осы жерге міне styles CSS дейді. Міне мынандай менің папкам бар. Қарап отырсаңыздар, менің сайтымның кодтары мына жерде. Осындай барлық осы жерде сурет, сіздің көрсететін нәрселеріңіздің бәрі осы жерде, беттеріңіздің бәрі осы жерде сақталады. Бірақ мен солар шатасып кетпеу үшін әрқайсысына суретке, стильге осындай бөлек папкалар создавать етемін. Міне стильдің ішінде осындай styles деген CSS документ бар. Сол CSS документті мен привязка жасадым, осындай. Бұны енді жаттап алсаңыздар болады, немесе интернеттен кітап арқылы бастап жүріп, немесе интернеттер CSS пен HTML туралы орысша жақсы түсінсеңіз, уроктар өте көп. Міне осылай байланыстырасыздар, осы нені копировать етіп алсаңыздар да болады, мен көрсетіп тұрған немнен жаттап алсаңыздар да болады. Міне осыны сайтқа байланыстырасыздар. Сол енді CSS-ті мен ашамын осы жерде. Так, менде ашық тұр уже мына стильс. Міне осы жерде қарап отырсаңыздар, әр менің блогыма ат беріп кетемін. Мысалға лого деген менің шапкам. Одан кейін екінші менде меню, топ меню дейді. Ол мынау меню мәзіріне жауап береді барлығына сорадағы контейнерге. Одан кейін бізге контактс дейді. Мынау контактілерге арналған. Одан кейін менде контактс деген, мына жерде контактілер тұрады. Мен мұны көрсетпедім, жарайды алдағы уақытта көрсетемін. Одан кейін contents right дейді. Мына жерде контент менде мәтіндер тұратын жер, осы жердің контейнері. Одан кейін менде content right дейді. Content мынау left деген сол жағындағы неге жауап береді, right мынау баннерлерге жауап береді. Одан кейін footer дейді, соңғысы. Мынау подвалға жауап береді. Footer. Міне енді қараңыздар. Мен жаңа Pixel бағдарламасын қалай қолданамын? Мысалға менде мына жерде түсті өзгертуім керек. Мына жерде менің сайтым мына жерден бітеді. Ары қарай алаң, сол алаңдағы түсті мен қалай өзгертемін? Ол барлық мына жерде шрифттерді өзгертуге болады, ол туралы бөлек сабақ түсірем. Мына жерде мен мысалға екі түрі бар. Решетка арқылы жаңағындай түстің нақты коды арқылы нақты түсті беруге болады, немесе жалпы сөзбен беруге болады. Сары, көк деген сияқты ағылшынша мысалға жазып көрейік. Yellow дейік, мысалға ол сары дегенді білдіреді. Мен қазір обновить етсем, көрдіңіздер, менің сайтымдағы барлық фондар сары болып кетті. Енді мен қай страницаға кірсем де, ол сары кетпейді. Көрдіңіздер, осындай сары фон қойдым. Енді сіздер түсіндіңіздер, енді осы жерге мынандай нақты түспен қойған кейде бізге ыңғайсыздық тудырады. Өйткені сізге может ашықтау сәл сары керек шығар. Может быть бір жерде бір сайттан көрдіңіз, соның түсі керек шығар. Мысалға, мынау Яндекстегі сарының түсі керек маған. Кәдімгі сарыдан көрі. Оны қалай аламыз? Мен курсорды алып барасыздар. Қарайсыздар, мына жерде FFCC00 дейді. Жаттап алсаңыздар да болады. Болмаса, осы Pixel программасын барып курсорды апарып, 3 ыстық клавишаны басасыздар. Alt, Ctrl, K дегенді бассаңыздар, өзі копировать етіп алады жадысына. Енді стильге барамыз, жаңа кодировкаға. Осы жерге мен кодты қойған кезде міндетті түрде решетка қоясыздар, одан кейін вставить дейді. Міне көрдіңіздер, жаңағыны копировать етіп алдым Яндекстен, енді сайтқа барам, сақтаймыз міндетті түрде, енді обновление жасаймыз. Міне тура мына жердегі мына логик, мына Яндекстегі кнопкадағы түсті өзіме алып алдым. Міне осындай, мысалға логикомға кірейік.
Ну, жарайды, корпоративный сайт. Мынау логикомдағы, мысалға, мынау фондағы, маған дәл осы логикомдағы фондағы маған түс керек. Түсіне барам. Міне өзім әр жерге барған сайын түстері өзгеріп жатыр, көріп жатсыздар. Мынау менің программамда. Мысалға, мен мына жердегі түсі ұнап тұр екен, маған осы ашық түс. Alt Ctrl K деймін. Мына жерде өшіремін кодты, решетканы қалдырам, вставить етем. Енді обновить, мен мына жерге өзімнің сайтыма барам, обновить етем. Көрдіңіздер, былайша айтқанда мен логикомнан ұрлап алдым. Енді веб-дизайнерлер, веб-разработчиктер осы техниканы өзі жасайтын болса қолданады, өте ыңғайлы, өте керек, обязательно міндетті түрде сайтпен профессиональный түрде, кәсіби түрде айналсам десеңіздер. Так, түсінікті болды деп ойлаймын. Енді мысалы бір нәрсені құртып алсаңыз, Ctrl Z деген кнопка бар. Бір шаг кез келген программаның барлығында қолданады. Бір шаг артқа беру дейді, шақты артқа беруге болады. Мысалға, орын артқа қарай бір шаг оралуға болады. Міне, қайтадан орын алып келдім. Енді мен мынау менюдағы, көрдіңіздер, мысалға көк болып тұр, үстіне барып активный қылған кезде мынандай қанық көк болды. Осы екі түсті қалай өзгертуге болады? Мысалға, логикомнан мынау ақ, үстіне барған кезде көк дейді. Давайте осыны жасап көрейік. Үстіне барған кезде көк болып кетіп жатыр біздікі. Жарайды, оны түсінікті, бізге дәл осылай ақ және көк қып жасап көрейік. Оны қалай жасаймыз? Менде де сондай тұр екен. Так, бұл шағыл қызықтау болмайды, екеуі бірдей болып кетеді. Қандай қойсақ екен? Так, басқа қандай сайттар бар бізде? Alser тікін көрейік, давайте. Alser KZ. Так, Alser KZ, давайте. Alser'де қандай бар? Ерекшелігі бар екен сайтында. Так, бұл жерден андай жасыл тұр екен Alser'де. Так, вы Алматы, жарайды, да дейік. Так, бұл жерде міне, қара болып тұрады екен да, үстіне барған кезде жасыл болады. Давайте түсінікті болу үшін бірінші қара түстерін алып алайық. Қара түс, бір кез келген бір қара түсті алайық. Мысалға, мына түсті алғым келіп тұр, осыдағы қара түсті. Мынаны көріп, үстіне барған кезде просто өзгеріп кетіп жатыр да, сондықтан мен кез келген қара жерден қараны ала саламын. Қара табу түс қиын емес, мысалы осы қараны ала салайын. Alt Ctrl K деймін. Енді мен өзіме топ менюға барам. Топ менюда көрдіңіздер background color. Осы color деген түсті нені жаттап алсаңыздар, color деген нені жаттап алсаңыздар, так, мен жерде біреу звондап жатыр, өшіре салайын. Міне, color деген түсті нені жаттап алсаңыздар, background. Сол жерде түс деген мағынаны білдіреді. Background color, BG color деген фондарды білдіреді. Одан кейін просто color, font color ол жалпы шрифттердегі нелердегі түсті білдіреді. Осы жерге жаңағыны вставить етем. Енді обновление жасаймын, сайтыма барам. Сақтайсыздар міндетті түрде. Көрдіңіздер, бәрі қара болып кетті. Міне осындай, көрдіңіздер, бір жағынан бір қызық болып жатыр. Енді мен мынау үстіне барған кезде активностьті қалай ақ қыламын. Так, дұрыс. Давайте осыны үстіне барған арада менде фон ақ болып тұр ғой, сондықтан давайте көрейік. Тағы қандай мүмкіндік бар? Топ меню. Просто color. Менімше бір жерде емес. Так, color менде так қара болды ғой. Қазір көрейік, қайтадан оралып. Так, менде ақ болып тұр екен почему-то, colorлар неге? Так, көрейік менюдағы. Просто color'да мына жерге вставить етіп көрейік. Міне қара болды, көрдіңіздер. Жалпы шрифттегі мен нені түсті өзгерттім. Енді бізге мынау Alser'де мынандай жасыл түсті алу керек үстіне барған кезде. Так, үстіне барған, так, мына жерде рекламалар көп екен. Жарайды, мынандай үстіне барған кезде осы жасыл түсті қою керек. Alt Ctrl K. Мен оны мынау актив деген, міне, актив деп тұр, активный болған кездегі түс қандай болу керек дейді. Мен осы жерге жасыл түсті қоям, сақтаймыз, обновление жасаймыз. Көрдіңіздер. Мен сағанан бассам, ол активный менюміз дәл Alser дегендей. Так, көрдіңіздер, үстіне барған кезде жасыл болды. Қара бұлайынша үстіне барған кезде жасыл. Міне осы сияқты мен өзіме керек әдемі түстерді қойып алуыма болады, ерекше қылып. Так, түсінікті болды деп ойлаймын. Так, артқа қарай айналдыра салайық барлығын.
так сақтаймыз, қайтадан ораламыз, барлығын орнына алып келеміз. Міне мәзірді осылай мен енді Facebook контактіден алдым. Сіздер өзіңіз кез келген сайттан өзіңіздің вкусыңызға байланысты алсаңыз болады. Енді мына жердегі айтады, менен сұрау мүмкін, қалай өзімнің осы контент тұратын жердегі, осы мәтіндер тұратын жердегі фонды өзгерт деп айту мүмкін. Ол кезде де кез келген сайттағыдай, негізі көп жағдайда осында ақтар әдемі кетеді. Мысалға, мен осындай көп болсын қалайым. Осындай менің ішіндегі түсі осындай болсын дейік. Жарайды, Alt Ctrl K-ні копировать етіп алайық. Ол үшін неге барамыз? Content Left-ке өз жерде тоже background деген болады. Көріп отырсыздар, фонға жауап береді. Так, шрифт болатын болса тоже түсі болады. Копировать етем, өзім сайтыма барам, обновление. Көрдіңіздер, мендегі сыртқы фон емес, менің өзімнің контейнерімдегі осы райтқа оң жақ контейнерге жауап беретін сол жердегі түсті өзгерттім. Мына жерде неге бірақ таблица өзгермейді деп сұрақ қою мүмкінсіздер. Бұл жердегі таблица әрине өзгермейді. Себебі мен таблицаның өзіне жеке ереже, правила бердім. Оған жеке былайша айтқанда түс бердім. Егер таблицаға мен мына жерге жазбайтын болсам, таблицаға ешқандай кодировка, онда ол әрине көк болып кетер еді. Басқа жерлердің бәрінде көк, көріп отырсыздар, таблица жоқ жерлердің бәрінде. Міне осындай әдемі жасап алуларыңызға болады. Так, артқа қарай оралайық. Ctrl-Z көрдіңіздер, өте ыңғайлы. Отмена одного. Енді правый дейді. Мынау оң жағында нелер тұрған түстерді өзгертейік. Давайте оған бір әдемі түс алайық. Мынандай сары түс алып көрейік. Қызық болсын. Мынандай. Жоқ, мынандай алайық. Мынандай қызғылтты алайық. Alt Ctrl копировать. Енді оған маған write дейді, contents write дейді. Бір жерде контент деп қойғам, себебімде мына жерде мен тексттер қойғамын, мына жерден баннер қойғам, негізі тексттер де қоямын бұл жерге, сөздер де қоюға болады, меню да қоюға болады. Так, осы жерге енді тоже background color түске жауап береді. FFF деген ол әрине қара түске. Так, бұл жерде көрдіңіздер, міне жаңағы алдым мына жерден, мына түсті мына жерден өзім таңдап, міне соны осындай правый оң жақ контейнерге қойды. Міне әдемі кетіп жатыр. Көріп отырсыздар, өзіңіз дизайныңызға байланысты, немесе сізге біреу тапсырыс беретін болса, сайтты осылай болғаны дұрыс деп, сіз осындай дизайндерді жасай аласыз. Ең соңғысы енді подвалға қоясыздар. Бұл мен айта кетейін, кез келген нәрсені негізі CSS-пен байланыстырған кезде атты әрине қазақша қойсаңыздар да болады. Мысалға, соңғы жағы деген сияқты мәтін тұратын жер деп атын берсеңіздер болады. Но бірақ негізі кодировщиктердің арасында, HTML программист дейміз ба, солардың арасында тілдерін бір-бірін түсіну үшін мировой стандарт дейді. Мысалға, өзгермейтін нәрселер болады. Кез келген, мысалы, құрылыста да бір нелерде, любой бір медицинада бір өзгермейтін терминдер болады, сол сияқты бұл HTML-дерде негізі өзгермеуге дұрыс осындай терминдер болады. Көп кітаптарда оқысаңыздар, оны footer дейді, одан кейін шапканы header дейді, деген сияқты лого дейді, суреттерді. Міне осындай write content деп осылай сақтайды, чтобы басқа сіздің жасаған сайтыңызды басқа мемлекеттегі азаматтар түсіну үшін, немесе сізден кейінге келген айтишник, программист, мысалға сіз бір мекемеге сайт жасап бердіңіз, кетіп қалдыңыз, сіздің атыңызды, мысалға, сіз қазақша қою мүмкін, бірақ орыстар оны түсінбеуі мүмкін, немесе орыстар жасап кетсе, өз тілінде сіз қазақша түсінбеуі мүмкін. Сол себептен түсінікті болу үшін осындай мировой стандарттағы терминдерді қояды. Так, мынау енді футерге жауап береді. Давайте футерге бір түс алып көрейік, түсінікті болу үшін. Қандай түс аламыз? Давайте мына Алисаның, Алиса деген бағдарламаны білесіздер, әдемі. Осы Алисадағы түсті алып көрейік, фиолетовый. Alt Ctrl K-ні алайық. Осы жерден футерді тауып алам. Футер қайда бізде? Футер, міне футер. Ода футерді background colorға жауап береді. Давайте вставить етіп көрейік. Так, міне жердегі мынау көк түс менде қазір өзгеру керек Алисаның түсіне. Міне көрдіңіздер, әдемі болды. Бірақ мынау ақ түс маған ішіндегі шрифттің түсі маған ұнамай тұруы мүмкін. Именно футердің ішінде, давайте, Алисада қандай тұр екен, жаңағы бізді кірген кезде, Алисада ішінде ақ тұр екен. Давайте ішіндегі түсті мынандай сарыға қояйық, мынандай құнық сарыға қояйық. Alt Ctrl K сіздерге түсінікті болу үшін. Көрдіңіздер ғой, түстерді қалай қолдануға болады, өте ыңғайлы. Бұл жақсы жері, мынау CSS технологияның, сіз қандай страницаға өтсеңіз де бұл өзгермейді. Бұл константа, бұл қатып қалған.
барлық беттерге сол правиланы қолданады. Міне, сіз қараңыз, қазір мен кез келген менюға өтсем, мысалға мен қазір бірінші бетте тұрмын ғой. Менде 50 шақты страница бет болуы мүмкін. Мысалға тәжірибелік жұмыстарға өтсем, менде сол Алисамен жаңа қойған сары түс өзгермейді. Мен қай жерге өтсем де өзгермейді. Қарап отырсаңыздар. Бұл өте ыңғайлы. Бірақ мен керек жеріме, мысалға мен барлық осылай қала берсін, бірақ именно мынау сайттың авторы деген жердегі басқа правила қойғым келетін болса, онда әрине оған жеке сол осы страницаның кодына кіріп, мынау 4-тегі өзіне правила жеке жазамын мына жерге. Сонда ол оған бағынышты болмайды. Енді ондай көп жағдайда кездесе бермейді, бірақ болады кейбір кезде заказдар, тапсырыстар болған кезде. Міне, сіздерге осыны көрсетейін деген тұғымын. Ұнаса лайктарыңызды аямай басыңыздар. Ең бастысы, осы IT саласын үйренгісі келіп жүрген жас мамандар болатын болса, қазір біздің жастарымыз қараймын, мысалы ойын сайттарында 600 мың, 700 мың адамдар, балалар кіріп жатады. Сол біреулердің ойынын құртып, уақыттарыңызды құртқанша, осы программаларды үйреніп алып, осындай өзіңіз көп ақша тауып, өзіңіз ойындар жасасаңыз, әлде қайда пайдалы сіздерге. Сіздерге бірге болған Олжас Жарқын, IT маман каналы, ең бастысы тіркеліп, пікір жазып, жаппай достарыңызға, класстастарыңызға, группаластарыңызға таратыңыздар. Осындай канал бар екен деп, алдағы уақытта қызықты контенттер түсіруге тырысамын. Сіздер маған тіркеліп, лайк басып қолдайтын болсаңыздар, мен де үлкен-үлкен қаладағы магазиндерге шығайын деп жатырмын алдағы уақытта. Сол жерде компьютерлік запчастьтер дейміз, құрылғылар туралы қызықты видеолар түсіруге тоже тырысамын алдағы уақытта. Сонымен қатар осы Қазақстандағы мықты IT саласының мамандарын интервьюге шақыратын боламыз. Одан кейін алдағы қойған жоспарлар өте көп, қызықты контенттермен жұмыс жасауға тырысамыз. Тоқтатпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.